сердцах людей его строка. Поет душа Абая сквозь века. Астана қаласы әкімдігінің белсенді ұзақ өмір сүру орталығы 6 аудан зейнеткерлері болып, Ұлы Абайдың 180 жылдығын ұлықтап жатыр. Осы Ұлы Абайға арналған бір айлық іс-шарамыз толықтай өтті. 6 аудан белсенділік танытып, аталар, әжелер, зейнеткерлер түгел қатысты. Абай атамыздың әндерін оқыды, өлеңдерін оқыды, қара сөздерін оқыды. Енді бүгін міне 10 тамыз күні осы Абай атамыздың ескерткішіне келіп, тағзым етіп гүл шоқтарын қоюда. Әсемпаз болма әрнеге, өнерпаз болсаң әрқашан, сенде бір кірпіш дүниеге кетігін тапта барқалан. Құрметті Астана қаласының тұрғындары, Ұлы Абайдың 180 жылдығы құтты болсын. Жүрегімнің түбіне терең бойла, мен бір жұмбақ адаммын, оны дойла. Соқтық балы соқпақсыз жерде өстім, мыңмен жалғыз алыстым, кінә қойма деп өткен Ұлы Абайдың жүрегінің жұмбағын шешетін ұрпағымыз көп болсын. Әрқашанда Ұлы Абайды еске алып, қара сөздерін, өлеңдерін, шығармаларын оқып, жаттап, оқып, мәнін түсініп жүретін ұрпағымыз көп болсын. Сенбе жұртқа тұрса да қанша мақтап, әуретеді ішіне қулық сақтап, өзіңе сен өзіңді алып шығар, еңбегі мен ақылын екі жақтап деген. Осындай еңбегі менен ақылы асқан ұрпағымыз көп болсын. Рахмет. Жақсылық ұзақ тұрмайды, жамандық әркез тозбайды. Үміттің аты елеріп, қос тізгінді созбайды. Қанша тепкі салсаң да, ойымнан озбайды. Бір қайғыны ойласаң, 100 қайғыны қозғайды. Жер қорығыш, жергек шал, желіп жүріп қозғайды. Құсаған бұлт ашылмай, аспанның жүзі көгермес.
үрпейген жүрек басылмай, талапты көңіл елермес, шырайды қайғы жасырмай, күлкінің ерні кезермес, шыдасаң есті қашырмай, құлдатып қорғып жібермес. Кез келсе қайғы қат-қабат, қаңғыртпай қоймас адамды, қасиетсіз туған ода жат. Күңкілдеп берер сазаңды, бәрінен де сол қымбат. Қайтерсің өңкей наданды, сыпыра батыр, сұмқыр бәр, мақтармен алды мазамды. Бүгінгі Абайдың 180 жылдық мерекесіне жиналған халыққа мерекелеріңіз құтты болсын деп айтамын. Бұл әрқашанда осындай жылдан жылға мерекені тойлау, мектепте атап өту, әрбір орталықтарда атап өту іске асса нұрға нұр болар еді. Ал енді мен кіммін? Өзімді таныстырайын. Дүтбаева Сырғакүл. Мен Абайдың қызы Күлбаданның немере келінімін. Абайдың бәйбішеден туған Күлбадан қызы, сол кісінің Мұштар деген ұлынан Мақсат деген ұл туылады. Сол Мақсаттың мен жұбайымын. Енді ол кісілердің мына өмірі өте қиыншылықта өткен, байғұлақтар деп оларды құлдалаумен болған. Сол кезде біз Абайдың ұлы, үлкен тұңғыш ұлы Ақылбайдың ұлы Әубәкірменен көрші болдық Шымкентте. Сол Әубәкірдің өлеңін менің енем Күлбаданның келіні сонда жылап отырып айтатын еді. Сонда мен сұрайтын едім, неге апа, неге осынша жылап айтасыз? Дегенде, қалқам, басымызда не күндер өтпеді, бұның барлығы өте жасырын болды. Біз өзімізді таныстыра алмадық, ешқашанда қорықтық. Халық жауы деп бізді құдалады ғой. Сондықтан мен енді сол кісінің аузынан жазып алған Әубәкірдің елін сағынып айтқан өлеңін оқып берейін сіздерге. Ақылбайдың ұлы Әубәкірдің елімен қоштасу кезінде шығарған өлеңі. Қан шыңғыс қалғаның ба, қайрам биік, келгендер кетпеуші еді сені қиып, сыртыңды бауырыңмен жайлап қыстап, тобықты мекен еткен сені сүйіп. Жұты жоқ қан шығыстың қара бөктер, не түрлі келіп кеткен асыл тектер, жұт болып жаманшылық айналғанда, көшіп кеп жан сақтаған талай шеттер. Шыңғысқа жетел келіп жетел кеткен, қалмақты мамай қуып мекен еткен, байлаусыз тиянақсыз бұлдыр заман біздерге босатуға уақыт жеткен. Көзіме жас келеді өткен дойлап, дүние қызыңа барма тоймақ, мал сойып ауыл басы сауық құрып, жүрушет қыз боз бала жеке ойнап. Қаншығыз қалғаның ба шыны жат боп, бір іздеп барар едім астымда ат жоқ. Жидебай сен даман бол тыршының ай, белгісіз көремін бе бұдан былай. Доғалаң арқат борда сен даман бол, амалсыз кетіп барам жылай-жылай. Қаншыңыз қалғаның башыны жат боп, бір іздеп барар едім астымда жоқ. Ет жеген, қымыз ішкен қайран елім, шөп басын тамақ қылған елге келдік. Ет жеген, қымыз ішкен қайран елім, шөп басын тамақ қылған елге келдік. Деп сол жердегі халықтың жағдайын өзінше етпеді, олқылық көрді. Өйткені елде ет бар, қымыз бар, жағдайы жақсы болған. Енді өздеріңіз білесіздер, оңтүстік жақ көпшілігінде көкөніспенен жеміс жидектерді пайдаланады ғой. Соны Азырханов сол кісінің жазған өлеңі. Міне бұл біздің тарихтағы ең Әубәкірден қалған ескерткіш деп, Әубәкірден қалған құнды материал деп есептейміз. Сондықтан осы өлеңді мүмкіндігі болғанша журналға немесе оқушылардың кітаптарына, оқу министрлігіне айтар едім, осындай қажетті, ыңғайлы, осы елге үлгі болатын өлеңдерін кітап оқушылардың кітабына енгізсе деп ойлаймын.
Көп рахмет тыңдағандарыңызға. Алматыда Ақыш әженің үйінің жанында көрші тұрдық, Калинин көшесінде. Сол кісіде барып тұрдым, ол кісінің ұлын да танимын. Сол кісілерменен өте жақсы қарым-қатынаста болдық. Біз де арғынбыз. Сол Алматыда бірге дәмдес болдым. Мәкен апайды да сол жерде көрдім. Әрқашан менің атам Бекмұхамбетов Еркеболат сол кісілерді қонаққа шақырып тұратын. Мен ол кезде студент кезім. Барлығына шай құйып беріп, жандарында әңгіме тыңдап отыратынмын. Ақыш апай өте жақсы істеген еді. Әрқашан сол менің Еркеболат атамның көйлектерін, тақияларын тігіп беретін еді. Сондай өте ісмер адам. Ал енді Мәкен апайдың өлеңдерін тыңдадық. Ол кісі Абайдың өзінің әкемнің өлеңдері деп соны жатқа айтатын, мүдірмей жатқа айтатын еді. Өте керемет адамдар еді. Жатқан жерлері жайлы болсын, жандары жанатта болсын, топырақтары торқа болсын. Ол кісілерді мәңгі есімізде сақтаймыз. Осындай естелік айтып жүруге әрқашан дайынмын. Ұрпақтарын жаңа көріп қуанып жатырмын. Алда ұрпақтарына үлкен ғұмыр берсін, өсіп өне берсін. Балаларыма да таныстырып, өзіміз қуанып күйде отырмын. Ойнап босқа күлеуге, без нәрседен қашық бол, без нәрсеге асық бол. Адам болам десеңіз, тілеген өмірің алдында оң қайғы жесеңіз. Өсек, өтірек, мақтаншақ, келіншек, пікірмау шашпақ. Бес дұшпаның білсеңіз, дауа, еңбек, терең ой, қанағат, рақым ойвақ қой. Бес асыл әс көнсеңіз. Ғалым болмай немене балалық қайсаңыз. Болмасаң да ұқсап бақ, бір ғалымды көрсеңіз. Ондай бұл қайда деп айтпағылым түсеңіз. Сізге ғалым кім бер? Жанбай жатып түсеңіз. Дүние де өзі, мал да өзі, соңға көңіл берсеңіз. Бойы болған сөзі жылмаң, кімді көрсем мен сонан. Бетті бастым, қатты састым, тұра қаштым жалма жан.